Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, дәмді, әдемі болып шығатын, өте танымал торт, медовик торттың балды тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Керек заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдырамын. Сол жақтан көріп жасасаңыз болады. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды, қантымызды, балымызды салып, баяу отта жақсылап бір қалыпты масса шыққанша ерітіп аламыз. Еріп болғаннан соң үстінен бір шай қасық содамызды салып, біздің массамыз осылай көпіршігенше жақсылап араластырамыз. Енді бұл массаны біз бөлек басқа ыдысқа құйып аламыз және суытатын боламыз. Ал егер ыстық массаның үстіне біз жұмыртқаны салсақ, жұмыртқаларымыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене суып болғаннан кейін жұмыртқаларымызды бір-бірден салып, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Бірден барлық ұнды салмаймыз, жарты ұнды салып алып, жақсылап осылай бірінші венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді қалған бөліктегі ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамырды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа тындырып қоямыз. Бір сағат өткеннен кейін қамырымызды аламыз. Осылай кішкене қатайып, өзінің формасын ұстайды. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қандай формада пісіресіз, солай бөліктерге бөліп, қамырды жұқа етіп жайып, пісіріп алатын боламыз. Мен осылай 3 бөлікке бөлдім. Менің формамның көлемі 30-30 болып шығады. Ол кәдімгі біздің қарапайым пешіміздің формасы. Осылай қағазымызға орналастырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Формаға өлшей отырып, жұқалап, жайып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Қамырлар өте жұқа болғандықтан максимум 7-8 минутта пісіп шығады. Қадағалап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Осылай барлығын жақсылап жайып, пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Пісіп шыққан қорждарымызды ыстық кезінде кесіп алу керек, себебі суыған кезде біздің қорждарымыз қатып қалады. Қатқан кезде кессек өте ыңғайсыз және сынып кету қаупі бар. Сондықтан осылай пештен шыққан мезетте ыстық кезінде өзіңіз қалаған формада кесіп алыңыз. Мен осылай 4 бұрышты етіп кестім және ортасынан бөліп, тағы да кесіп алатын боламын. Барлық қамырымызды осылай пісіріп, бір-бірінің үстіне қоя отырып өлшеп, кесіп шығатын боламын. Артық бөліктерін тастамаймыз. Артық бөліктерін қазір біз блендерда ұсақтап, тортымыздың бетіне себетін боламыз. Енді тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сгущенкамызды, қаймағымызды және салқын кілегейімізді араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, және де кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Бұл крем өте дәмді және осы тортқа өте әдемі кетеді. Креміміз осындай сұйық болып шығады. Енді қорждарымызды алып, арасына жақсылап, кремді молынан жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп, қазақша біздің каналдарымыздың дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Міне осылай торттарымызды жинаймыз, үсті-үстіне қойып қорждарымызды жақсылап, кремдерімізді
тортымызды жағып, бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Көп тұрған сайын тортымыздың арасына кремі сіңіп, өте дәмді болып шығатын болады. Жасап көріңіз, міндетті түрде сізге ұнайтынына сенімдімін. Корждардан қалған қалдықтарды ұсақтап аламыз. Егер сізде бұндай құрылғы болмаса, жай ғана оқтаудың көмегімен немесе қолыңызбен ұсақтап алсаңыз болады. Осылай тортымыздың жанына, үстіне жақсылап сеуіп шығамыз. Менің үйімде қонақ кісілер болғандықтан мен тек қана 1 сағат қана ұстап үлгердім. 1 сағаттан кейін тортымды кесіп қонақтарыма ұсындым. Бұл жерде әлі кремі толықтай қатты сіңбеген, бірақ соның өзінде корждар өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шықты. Сіз міндетті түрде кемінде 2 сағат ұстайтын болсаңыз, одан да қатты сіңіп, тортыңыз өте дәмді болып шығады. Барлығына ұнады. Менің арнама тіркеліңіздер, қолдау білдіріңіздер. Келесі менің рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар.